Қазақстандық кәсіпқой боксшы Данияр Елеусінов қараша айында өтетін кезекті кездесуіне дайындық жұмыстарын пысықтауда. Естеріңізге салайық, ол қарашаның 27-ші жұлдызында намибиялық экс-әлем чемпионы Жулиус Индонгамен жұдырықтасады. Осы бәсеке қарсаңында қарсылас боксшы шет елдік ақпарат құралдарына сұхбат беріпті. Онда ол қазақ боксшысын жеңсем, бірден чемпиондық жекпе-жекке үміткер атанамын дейді. Бұл менің мансабымдағы ең маңызды жекпе-жек болатындығын білемін. Маған жеңіс қажет, басқа жол жоқ. Егер мұндайды жасасам, 140 фунт бойынша бірден белбеуге үміткер атанамын. Сондай-ақ 147 фунтта да мен үшін чемпиондық жекпе-жектерге жол ашылады. Сондықтан бар күш-жігерімді осы сынға жұмсаймын, дейді Индонга. ақш-та өтетін бұл сында вакантты IBF Intercontinental белбеуі жартылай орта салмақта сарапқа салынады. Әзірге Даниярдың еншісінде ешқандай белбеу жоқ. Сондықтан жерлесіміз үшін де бұл мотивациялық бәсеке болғалы тұр. Ал бұл аралықта Данияр Америкада тұрып, сонда жаттығу жұмыстарын пысықтауда. Кезекті дайындық күнінде Елеусінов UFC чемпиондарымен жаттыққан. Нақтырақ айтсақ, жартылай орта салмақтың чемпионы Камару Усман мен жартылай ауыр салмақтың экс-чемпионы Рашад Эванс Даниярға қонаққа келген. Мұнда әрине UFC жауынгерлері мықты жерлесімізбен бокс спаррингін өткізгендігі анық. Суреттегі түрлеріне қарасақ, американдықтар атқарылған жұмыстарға дән риза секілді. Қазақстандық UFC жауынгері Шавкат Рахмоновтың дебютынан бері бірнеше күн өтті. Енді ентікті жиып, осы бір кездесу маңындағы жаңалықтармен бөліссем деп отырмын. Оның үстіне Қазақ батырлар арнасының біршама жанкүйерлері Шавкат жайлы материал дайындауымды өтінген болатын. Енді міне солардың сұранысы бойынша осы бір сын маңындағы ақпараттармен бөліссем деп отырмын. Әрине, кездесуді әрқайсыңыз көрдіңіздер, оны тәптіштеп қайталап айтудың маңызы жоқ. Ал Шавкат дебютынан кейін қандай пікір қалыптастырды? Міне сол туралы айтып көрейін. Әрине, дебют жарқын шықты. Сондықтан бұған қызыға да, қызғана да қарағандар жетіп артылады. Американдық ESPN арнасы UFC-де орта салмақта жаңа перспектива пайда болды деп жариялады. Олар Шавкаттың аса тәжірибелі қарсыласы ұтқандығын айтып, сөзсіз бұл жауынгердің болашағы жарқын деп жариялады. Ал UFC басшысы Дана Уайттың өзі Рахмоновпен кездесуден кейін жолығуы да көп нәрсені айталады. Әрине, MMA әлемінде 13 кездесу өткізіп, барлығын мезгілінен бұрын аяқтаған спортшылардың саны көп емес. Сондықтан кештегі жарқын сабмишннен кейін Уайт мырза Шавкатпен жеке танысқысы келген секілді. Ресейлік басылымдарда Шавкаттың жеңісі туралы жазған жоқ. Десе де бұл жетістіктен кейін Шавкатты асыра мақтау артықтық. Келесі кездесулер көп нәрсенің басын ашып береді, дейді олар. Ал еуропалық журналист Йонас Александр Рахмоновты UFC әлеміндегі жаңа құбылыс деді. Хабибтің көлеңкесінде қалып қойған бір кездесумен мықты жауынгерді көрдім. Ол UFC әлемінде жаңа құбылыс. Қимылдар ширақ, қадамыны. Орта салмақтың болашақ чемпионы болуға бар сапасы жеткілікті. UFC-дің келесі қаһарманы қазақстандық болуы мүмкін, дейді ол. Ал Шавкаттың өзіне келер болсақ, ол бразилиялық ковбойды ұтқаннан кейін американдық ковбоймен де кездесем дейді. Мен мұндай сындарға дайынмын деді. Ал американдық ковбойыңыз ол Дональд Серроне екендігі баршаға белгілі. Әрине, Шавкатқа бірден Серроне деңгейіндегі жауынгерлерді бере қоймас. Әзірге жерлесіміз төменгі сатыдағы жігіттермен төбелесу арқылы әр қадам сайын жоғары өрлейтіндігі анық. Ең бастысы, біз қазақтың түлкі тымағын UFC-ден көрдік. Түлкі тымақтың пайда болуы Кавказдың папахасының кетуімен бір кешке сай келіп отыр. Бұл сәйкестік пе әлде заңдылық па? Әйтеуір жақсылық қарымдайық. Әлем таныған папаханың орнын енді түлкі тымақ басып жаса, таң қалмаңыздар. Шавкат бұл бас киімді төмен құлатпай биікте ұстайтындығына мен сенемін. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, болмаса дизлайк. Арнаны қолдау мақсатында бұл материалды әлеуметтік желілер арқылы таратуларыңызды сұраймын. WhatsApp па, Facebook пе, Instagram байтеуір қолдарыңызда бар әлеуметтік құралдар арқылы жіберсеңіздер екен. Тамашылағандарың үшін мың алғыс. Қазақ батырларының жеңістері молынан болғай.